Баршаңызға сәлем. Біздің каналымызда көптен бері рецепт салынбаған болатын. Сол себепті бүгін мен сіздерге екінші тағам ретінде жүретін картоп қосылған өте дәмді тағамның рецептін ұсынатын боламын. Олай болса, тазартылған картопымызды аршып, тазалап, жуып, содан кейін барып турап, осылай суын көп емес етіп құйып аламыз. Тұз саламыз. Содан соң ақырын баяу отта қайнатып, пюре жасайтын боламыз. Пюремізді 15-20 минут арасында қайнатып қоямыз, одан кейін тамақтың кезекті ингредиенттерін дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қызыл немесе ақ пияз қажет болады, және видеодағыдай майда етіп тураймыз. Содан соң тауықтың төс етін аламыз, және де оны да видеоға сәйкес етіп турап аламыз. Тауықтарымызды турап болғаннан кейін қызып тұрған табаның ішіне пісте майын немесе оливке майын құятын боламыз. Содан соң пиязымызды ақырындап қызған майда қуыра бастаймыз. Оның үстіне тауықтың етін салатын боламыз. Тұзын, бұрышын саламыз. Содан соң паприка және кептірілген чеснок, яғни сарымсақты салатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып, ақырындап қуыра бастаймыз. Етті салмамыз қуырылып жатқан уақытында түрлі түсті бұрыштарымызды турап алайық. Мінекей жасыл, қызыл және сары бұрыштарымызды видеоға сәйкес етіп тураймыз. Мінекей мендегі жасыл және қызыл түсті бұрыштарды етті салмамыздың ішіне салып, жақсылап қуыратын боламыз. Және де томатты пастасын салатын боламыз. Жақсылап араластырып, барлығы біркелкі болғанша қуырып, пісіріп алатын боламыз. 3-4 минут аралығында жақсы отта қыздырып қуырып аламыз. Содан соң біздің пюреміз дайын болды. Мінекей пюренің суын төгіп, бөлек ыдысқа піскен картоптарымызды салып, үстіне бұрышын, тұзын және сүтін салып араластыратын боламыз, яғни майдалап езетін боламыз. Содан соң келесі кезекте ыстықта еритін, яғни қатты сырымызды барынша майда теркадан өткізетін боламыз, және соны біздің картопымыздың үстіне қосамыз. Сырымызды өткізіп болғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Барлығын біркелкі масса болғанша араластырып дайындаймыз. Енді тағамымызды дайындайтын кішілеу противенімізге астына май құйып, жақсылап тегіс етіп жайып төсеп шығамыз, яғни жағып шығамыз. Содан соң ақырындап қолымызға май жағып, аздап картоптан алып өңделіктер жасайтын боламыз. Картопты шариктарымызды, яғни дөңгелекшелерімізді противеннің ішіне саламыз
және оның көлемін қолмен ұрғылап әдемілеп жөндейтін боламыз, және стақанмен ортасына ұяшық жасаймыз. Яғни бұл ұяшықтың ішінде біздің етті начинкамызды салатын боламыз. Мінекей, көріп отқандарыңызда енді осы ұяшықтардың ішіне етті начинкаларымызды салып толтыратын боламыз. Оның үстінен еритін сырымызды саламыз. Міндетті түрде барлығын салып болғаннан кейін духовкаға 180-200 градуста 10 минутқа қалдыратын боламыз. Зелень турап бетіне себуге дайындап қоямыз алдын ала. Ал олай болса біздің тағамымыз дайын болды. 10 минуттан соң шығарып қонақтарға ұсынсаңыз болады. Міндетті түрде біздің YouTube каналымызға жазылып, бізді белгілеп, отмечать етіп қойсаңыз, өте қуанышты боламыз. Қазақша каналдың дамуына үлес қосқаныңыз болады. Астарыңыз дәмді болсын. Бізбен бірге дайындағандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіз.